Сосын сержант маған: Жанболат, сен гранатты 50 метр жерге лақтырдың. Ол саған молынан жетеді деді. Ал сен не дедің оған? Мен: сержант мырза, мен мектеп кезінде гранатты 60 метр жерге лақтыратын дедім. Сен 60 метр жерге? Гранатты лақтырасың? Ой, қойшы, сен де өтірікті соғады екенсің. Шын айтам, сенбесең сыныптастарыңнан сұра. Ей, Жанболат, мен қайда, сенің сыныптастарың қайда? Айтасың ау сен де. Жарайды, мектепті ұмыт. Мен саған дәл қазір көз алдыңда 80 метр жерге лақтырып берейін бе? Қазір? Иә. Гранатаны қайдан табасың? Міндетті түрде гранат болу шарт емес. Мен кез келген нәрсені лақтыра берем. Кез келген нәрсе, иә? Қазір. Бәтіңкеңді лақтыра аласың ба өзіңнен? Бәтіңкемді? Иә. Әлде қорқасың ба? Мен бе қорқатын? Қазір көресің. Ей, жауынгер. Мен жай қалжыңдағам, қоясың. Есіңде болсын, сарбаз. Жанболатпен әзілдесу қиын болады. Жарайды, енді қайда лақтырасың сонда? Міне, мына жаққа. Дарбазаға. Бұл жерден дарбазаға дейін дәл 50 метр болады. Иә. Сен маған 80 метрге лақтырам деген жоқсың ба? Ол гранат қой. Бұл бәтіңке екеуінің салмағы екі түрлі ғой. 80 метрге жетпесе бәтіңкені лақтырудың қажеті қанша? Қалай қажеті қанша? Сосын сен Жанболат өз бәтіңкесін 50 метр жерге лақтырды деп айтып жүресің. Гранат емес әрине. Бірақ өз бәтіңкесін соншалықты алысқа лақтырған бірінші адам болам ғой мен. Жаным, қарлығашым. Мына жерің қайдан сынып дегенсің? Жарайды, ештен етпейді, жақында фарыңды ауыстырамын. Екеуін қойып берем, мойындама, бәрі жақсы ма? Жарайды, енді лақтырсаң лақтыршы ал. Ешкім көріп қоймай тұрған кезде. Асып кетті. Капитан Шәріп? Қайт! Тұтар! Жаугер! Қатып қалсы жайда, жаугер! Тұр! Тұр! Берге! Жанболат! Кет бұл жерден! Менің алда бәтіңкем қалды. Тұр! Тұр, жаугер! Сыва! Қайсы! Тұр! Подполковник мырза, бұл деген ешқандай тәртіпке сыймайтын сұмдық қой. Көліктің терезесін аяғымен теуіп шаққан. Жоқ, оның шығынын айтсаңшы, қаншама ақша кетті десеңші, подполковник мырза. Кеше ғана өзім 4 фар мен 4 дөңгелегін ауыстырған. Тамын қалдырмаған, бұтысты шығарған бәрі. Жарайды, капитан. Сабыр етіңіз. Алдымен ақ қарасын айырып алайық. Жоқ, енді қалай жүрем, подполковник мырза, қалай? Шығынын айтсаңшы. Кіруге рұқсат едіңіз, подполковник мырза. Рұқсат. Естуімше, аға сержант, сіздің жауынгерлер жаттығудан тыс не бір ерліктер жасайтын болыпты ғой. Кінәлілер тез арада табылды. Олар қазір жазаларын өтеу үстінде. Жазасынан не пайда, старшина? Шығынын айтсаңшы, оның шығынын! Ойымыңызға ортақпын, капитан мырза. Ойыннан бұрын, старшина, сіз ротаның ішкі тәртібіне жауап бересіз.
Бұл ең әуелі сіздің осалдығыңыз, старшина. Сіздің кінәңіз. Мойындаймын, капитан мырза. Мойындамай қайда барасың? Подполковник мырза, сіз өзіңіздің әділ жазаңызды берерсіз деп үміттенемін. Айттым ғой, капитан. Алдымен ақ қарасын айырмай жатып не дей алам мен сізге? Кетуге рұқсат етіңіз, подполковник мырза. Барыңыз, капитан. Көп болады. Аға сержант. Тәртіптің ойсырап тұрғаны рас. Реттейміз. Реттейсің. Мұнды ертерек ойлану керек еді. Не деген сұмдық? Олар бүгін капитанның көлігінің терезесін сындырып жатса, ал ертең автоматтан оқ жаудырмасына кім кепіл? Кінәлім. Аздап еркелетіп алған мұрас. Не қылған еркелік, қайдағы еркелік ол? Олар әкесінің үйінде жүрген жоқ. Әскерде жүргенін ұмытуына болмайды ғой. Тәртіп керек, аға сержант, тәртіп керек. Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі бар. Тәртіпке бағынған қол болмайды. Қысқасы, ротаңды сапты қаланға жина. 6 шақырымға тоқтаусыз жүгіретін болсын. Көп болады. Орындауға рұқсат етіңіз. Орында, және тезірек. Көп болады. Жігіттер, бағанағы әңгімеден кейін бар ғой, мүлдем тәбетін тартпай отыр. Қан тамажет, кішіна. Дұрыс айтасың. Көп бөгет 6 шақырым жүгірмегелі. Тағы да 27 келін көтеру керек. Оның үстіне күн өсіп кетті. Ой, рахмет, Ғалымжан. Сондай бір көңіл көтеретін әңгіме айтпашы. Ренжімеші Талғат. Мен өзімше ойланып отырдым. Бүгін тағы тез дайындық қой. Көш. Мән, Нари. Тыныш отыршы. Онсыз да ана екеуінің капитанға бәтінге лақтырған кесірінен бүкіл рота жүгірмейді. Үйренетін кезің келді ғой. 6 шақырым деген не ме? Жігіттер. Қалай немене 6 шақырым деген? Қысқасы жігіттер, әрбір сарбаздың істеген қателігіне сай бүкіл рота жауапты болатыны белгілі. Сол мақсатта істейді. Менің ойымша солай. Менің ойымша басқадай. Кім кінәлі, өз кінәсін өз жосын. Дұрыс па? Өйткені сен өзімшілсің. Қалай мен өзімшілмін? Өзіңді ғана ойлайсың. Ғалымжан? Мен... Сен өзің тоймай қалдың ғой, мен ботқам жүрші? Рахмет. Рахмет ау. Жігіттер намыр ма? Өзіміз жетпейді. Бермеш. Ғалымжан көш бар ғой енді. Көрдіңдер ма жігіттер? Мен өзімнің жауынгер достарымның қамын жеп отыр. Тәке қош. Сенің өзіңнің тамаққа тәуетін болмаған соң, ботқаңды еріксіз Ғалымжанға берді. Дұрыс па? Ой, ақыл көйсмеш. Сен одан да ана Жанболат пен Қайсардың есін дұрысташ? Айтпақшы екеуі не істеп отыр екен? Шынында да. Олардың жағдайлары жақсы шығар. Неге? Өйткені қоймада бәтіңке өте көп. Сен уайымдама. Бұдан да қиын болуы мүмкін еді. Тек түскі ассыз қалғанымыз дұрыс болмады. Иә. Бірақ қоймада бәтеңке тазалаудан асқан
Қиыны бар ма? Неге? Бар, мысалға аймақты түгелдей сыпыру, дарбазаны бояу, әжетхана тазалау көп қой. Жанболат, сен қасымда болсаң, бұндай бәтеңке тазалаудың әлі біразын көретін сияқтымын ғой. Кешіршін, мен әдіс деген жоқпын ғой Шәріпке. Жоқ, мына бәтеңкені лақтырып нең бар? Бәтеңке лақтырудың шебері. Бірақ бүкіл рота менің бәтіңкені 50 метр жерге лақтыратынды біліп жүретін болды. Бәлкім бұл әлемдік рекорд шығара. Әлемдік рекорд? Ей, қайдам. Әлемдік рекорд емес ау. Бірақ әлемдік қиын оқиға бұл. Қылмыс. Ол шыққандай қылмыс емес, қателік емес. Шәріп өзгінен керексіз уақытта керексіз жерге кел. Өз обалы өзінен көрсін. Бірақ шынымен де Шәріп аэроуткрлық бәтеңке лақтыруға дайын болмай шықты, я. Мұндай айдол күткен жоқ. Әрине, оның терезесіне, машинасының терезесіне бәтеңке лақтырып жатыр. Оның тіресіңде ба? Тоқтаңдады! Анау, әй сарбаз, тоқта, қатып қалайды. Ана сержанттың түріші. Екемізді қинайды. Естімей тұрмыз. Ей, оны қош, ондай түрлерді әскерде қайдан ұмытасың, Жанболат, е? Әскер сонысымен қызық қой. Жанболат, тыңдаңыздар. Бәтеңке лақтыруға дайындал. Екеу кеш болды ба? Жанболат, бәтеңкелі батыр. Естимісің? Шәптер, кешірім сұрадың ба? Ұйықтауға мұрша беріңдерші. Ұйықта. Маған қызық болып тұр да. Ана бірінші лақтырған бәтеңкең Шәріптің көлігіне тимегенде, екіншісінде лақтырар едік. Талғат, ертең сөйлесейікші бұл жай. Жарай ма? Жарайды. Сен келе жатқаныңды білген үйдегілерің барлық аяқ киімдерін тықсаң жар. Талғат, күлкілі емес. Ұйқы берші. Онсыз да ертең ауыр күн болайын деп тұр. Естедің бе, Жанболат? Ертең біз үшін ауыр күн. Марш, жүгірулер. Оның бәрі кімнің арқасында? Бәтеңкесін дұрыс бағытта пайдалана алмайтын адамдардың арқасында. Ұйықта, ұйқы бермедің ғой. Барлығын аяқ киім лақтыру ауру жұқ кеткен бұл. Бірақ жастық ауыстырып. Ей! Бастан ұрмашы. Бәрін не оғы? Жауынгерлер, бүгін сендер 6 шақырымдық жүгіру жаттығуларын жасайсыңдар. Жолды бағдарлап көрсететін жетекшілерің сержант Сағым. Сендер оның барлық бұйрық пен тапсырмаларын орындауларың қажет. Белгіленген бағыт бойынша қозғаласыңдар. Сендердің орта уақыттық жылдамдықтарың сағатына 7,5 шақырымды құрау қажет. Және де қандай да жағдай болмасын, белгіленген жолдан шықпайсыңдар. Тек қана жанынан өтулерің керек. Түсінікті ме? Сұрақтарың бар ма? Жоқ! Бар! Қандай сұрақ? Бізбен аға сержант Сағым 6 шақырымды да бірге жүгіре ме? Біріншіден Нияз.
Аға сержант Сағым сендермен бірге жүгірмейді, тек бақылайды. Ал екіншіден, сендер де жүгірмейсіңдер. Тек тапсырманы орындайсыңдар. Түсінікті ме? Дәл солай. Мәлім, капитан мырза. Түсінікті болса, бастай берулеріңе болады. Сержант, мен! Баста. Тек тұр! Еркін тұр! Еркін тұр! Түсінікті мен, яс? Дәл солай. Тағы да сондай сұрақтарың болса, жеке маған келетін бол. Қоп болады. Оң, ға? Жүгірі! Бас! Бас аяқта! Жаугерлер! Тұрда! Аманда сапта! Қол жетіңдер! Бөлінде болғанда, бұдан да пайдалысы істермедік, а? Ту Талғат, қысыламыш. Марштық жүгіру аса қиын жұмыс емес қой. Ештеңе жоқ, өтемізде. Шымсыз тұр. Бүгін бәрі дұрыс болмайды десек. Не дұрыс болмайды? Күндегі көріп жүрген жүгіріс қой. Ең бастысы су жетпей қалмаса болды. Иә, дұрыс айтасың. Кеше 3 шақырымда менің суым таусылып қалып еді. Бүгін 6 шақырым жүгіреміз. Міне тағы таусылып қалды. Расына жетпейді. Ту Талғат, тіленбеш. Жігіттер, көп сөйлемеңдер. Сонда шөлдемейсіңдер. Сенің ақылың жетпей тұр. Мен ақыл көсіп тұрғам жоқ. Мен жай кеңес беріп жатырмын. Мүмкін сен кеңесің керек емес шығар, а бізге? Ту Талғат, қыз ұсамашы. Кім қыз ұсап тұр? Қойындаршы екеуің болды. Қойындаршы болды. Не болды? Тұратыршы. Дауыс естіп тұрған жоқсыңдар ма? Көмектесек, жігіттер! Кет!
Арқаңдасын. Жүріңіз ағам. Қаз, шыда. Ой, тата, Арқаңдасын. Жүріңіз. тата еще. Қазір аламыз. Тықса, денесін тықстаңдар. Жедел жәрдем шақырыңыздар, кімдей алып келесіз бak. Аға ойласаңшы? Қолыңды қай жерде кесіп алып жүрсің? Лақтыру жаттығуында ма? Иә, жаттығуда дәл солай. Сонда қалай болды? Әйнекке кесіп алдым. Байқамайсың ба енді? Тамырға сәл-ақ қапты. Тамырға тисе өлетін бе? Әрине. Ыстық бауырсақ жейсіз аппыз. Ғалымжан. Ой, кешіріңіз. Жоқ, мен сонда да түсінбеймін. Лақтыру жаттығу кезінде қайда қауіп болуы мүмкін, а? Бұл адамның өз денсаулығына салғырт қарағандығы. Кел. Ақын. Үнемі осылай келесіңдер. Қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Нажан. Жағаласпай отыршы. Шыда қояды. Міне, болды, дайын. Бара беріңдер. Рұқсатқа кетуге? Қазір, дәрі. Естеріңде болсын. Мұндай жара жай қарайтын нәрсе емес. Медбике хан. Не? Бұған неге ұрса бересіз? Бұл байқұсының кінәсі не? Оның үстіне автобуста әйнектер шашылып жатыр. Тыныш. Қайдағы автобус? Шашылып жатыр. Тағы да жаттығулар болды ма? Болды ғой, бізде не болмады? Тыныш отыршы. Саған не болды? Саған не болды? Неменеге аласың? Адам құтқару жаман ба не? Айтыңызшы. Мысалы мен өзім сондай жұмыста істегенді армандайтын. Ал енді, жаңағы жерден толығырақ. Кімді құтқарып жүрсіңдер? Жай жаттығу кезінде жолда бір автобус адамдармен аударылып қалды. Сол кісілерге көмектестік. Иә. Енді осыны айтуға қысылып тұрсың ба? Соны айтам да. Адамды құтқару әркімнің қолынан келе бермейді. Сендер болсаңдар, батырлық жасадыңдар. Сол батырлығымыз үшін таяқ жеп қаламыз ба деп қорқып отырмын. Неге? Жаттығу тоқтап қала жаздады біздің кесірімізден. Әсіресе ана Талғат пен Алихан бірінші жүгіре кетті құтқаруға. Сонда бүкіл автобусты 4-ен ғана құтқардыңдар ма? Дәл солай. Құтқардық деп айтамаймын, жай шығуға көмектестік. Сонда да дұрыс істедіңдер. Жарайсыңдар жігіттер. Міне, дәрілерің. Ішіп жүр. Жараң тез жазылады. Рахмет көп. Ем болсын. Егер де тағы да біреуді құтқаратын болсам, абайлап жүр. Ақырын ой кеш. Кетуге бола ма? Барыңдар. Қадағалау керек, капитан, қадағалау керек. Дұрыс айтасыз, подполковник. Кел! Гвардия подполковнигі мырза, қатардағы Нияз сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп тұр. Гвардия подполковнигі мырза, қатардағы Байжан сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп тұр. Бүгінгі болған оқиғаға байланысты жауапкершілікті сезініп тұрсыңдар ма? Дәл солай. Біздің аэроұтқыр әскерлерінде темірдей тәртіп болу керек екенін білесіңдер ме? Дәл солай. Соны біле тұрып, ережені бұзып, басшыларыңа ұят келтірдіңдер. Неге? Тыныш! Әскери ережені сақтамағандарың үшін екеуіңе де қатаң сөгіс жарияланып, жаза қолданылады. Қапа болады. Рұқсат етіңіз, подполковник мырза.
Айта беріңіз, капитан. Бүгін біз сендерді трибуналға жіберуіміз керек еді. Бұл тіл алмағанның және әскери ережеге салғырт қарағанның ең қатаң жазасы. Капитан. Доғар сөзді! Сендер өз командирлеріңе, жолдастарыңа, ақыр өздеріне берген сөздеріңде тұра алмадыңдар ғой, сорлылар. Ал бұны кешіруге болмайды. Болмайды. Болды. Доғар, капитан. Бара беріңдер. Ал трибунал жөнінде бекер айттыңыз, капитан. Ештеңе етпейді, подполковник мырза, ештеңе етпейді. Қайта пайдалы. Енді ережені сақтайтын болады. Ереже. Ал егерде адамшылық тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл екі жауынгерде құрметке лайық. Өз бастарын қатерге тіге отырып, адамдардың өмірін құтқарып қалды. Білмеймін, подполковник мырза. Адами тұрғыдан дұрыс та шығар, бірақ әскерде ереже деген түсінік бар. Ал оны сіз менен жақсырақ білесіз. Сондықтан да басқа еш нәрсе. Айтыңызшы, капитан. Сіз осы ылғи ереже бойынша өмір сүресіз бе? Дәл солай, подполковник мырза. Тек ереже бойынша. Болды? Иә. Кешіріңіз, сізден рұқсат сұрайын деймін. Өткенде көлігімді жөндеуге алып барайын деймін, егер рұқсат болса. Барыңыз? Рахмет сізге. Сау болыңыз. Алихан, Талғат. Не керек? Подполковник не дейді, бәрі дұрыс па? Нари. Жақсы деп айта алмаймын. Неге? Өйткені капитан Шәріп трибуналға бермекші. Не? Қырсық. Бұның бәрі ақымақтық жігіттер. Бізге жаза деп айғайлағанмен, подполковник түбінде біздікі дұрыс екенін сезетін сияқты. Иә. Ал капитан Шәріп болса, өз көлігіне бола ашуланып, біздің сазайымызды тарттырмақшы. Не десе, о десін. Бүгін біздің ісіміз дұрыс. Адамдарды құтқару осындай тамаша сезім екен. Бұрын мүлде ойламаппын. Иә, дұрыс айтасың. Бүгінгі оқиғадан кейін төтенше жағдайлар министрлігінде істегім келіп, оған деген қызығушылығым одан арман арта түсті. Көңілімде бір керемет сезім пайда болған сияқты. Нариман, ал сен қандай сезімде болдың адамдарды құтқарғанда? Білмеймін. Қорқыныш болды. Қорқыныш? Сен деген темірдің арасына адамдарды құтқаруға кірдің, қорыққан жоқсың ба? Сол ойланбастан қорыққанымнан ба жүгіре кеттім ғой құтқаруға. Жігіттер, мен бір ғой, мен кәдімгідей біртүрлі сасып қалдым. Жүгіріп бара жатып, ойланып қоямын. Қайсысын кімді бірінші құтқарсам екен, шығарсам екен. Менің басым мүлдем істемей қалды.
жүрегім тарсылдап, көзімді жұмдым да кіріп кеттім. Ішінен әйтеуір шығара бастадым сыртқа қарай. Мүмкін жаман шығар. Неге? Мен мұндай кезде салқынқандылық пен ақылдылық таныту керек шығар мүмкін. Олай Нариман, несі дұрыс оның? Салқынқандылар өтірік көрмегенсіп автобустың жанына өте берді. Біз бұрылдық. Қалай ойлайсың? Енді қайсысы дұрыс? Талғат. Ойланатындай жағдай. Біздікі дұрыс.